Қалайсыңдар, қыздар, қалайсыңдар? Қыздар, біз жаңа ғана классический бисквитті жасап, духовкаға салып қойдым. Эфирді сақтап қойдым. Бір күн сақталынады, міндетті түрде көрсеңіздер болады. Ол жерде тек қана бисквиттің жасап қана қойған жоқпыз. Нелер әсер ететін, яғни пышный болмауына нелер әсер ететін туралы айттық. Сондықтан міндетті түрде көріп, сақтап жазып алыңыздар. Так, қыздар, енді қазір мен шифоновый бисквитті кішкенеден кейін бастайын, өйткені мен бағана 16:00-де салдым. Шамамен 40-45 минутта піседі бисквитіміз. Если мен қазір шифоновый бисквитті жасап алсам, ол күтіп қалады біраз уақыт духовкаға салынғанға дейін. Сондықтан сәл 16:30-ға таман жасап бастайық, бұйыртса. Оған дейін сіздерге мен күшті мош ақпарат айтқым келіп отыр. Жазып алыңыздар, егер керек болатын болса. Бірінші, ол бағанағы заттарды қайттан кішкене қайталап кетейін. Нелерді? Бисквиттің пышный болуының себептерін айтайық. Пышный болуы неге байланысты екенін айтайық. Ол бірінші очередь, ол ең негізгі, бізде бисквитте негізгі нәрсе бұл жұмыртқа, қант, ұн. Бисквит осы үшеуінен жасалынады. Осы үшеуі бір-бірімен жақсы бірігу керек. Ол үшін біздің жұмыртқамыз қантпен жақсы араласу керек, пышный болып көтерілу керек. Оған біздің миксеріміз де әсер етеді пышный болуына, біздің жасап атқан ыдысымыз да әсер етеді, жұмыртқа да әсер етеді, барлығы бүкіл нәрсе әсер етеді. Сондықтан пышный болу үшін негізгі керек заттар осы 3 ингредиент, және де жақсы миксер керек. Миксеріңізді егер жоқ болса, сатып алар кезінде міндетті түрде мощностьіне қараңыздар. Мощность кәдімгідей жазылып тұрады. 300 ватт, даже 150 ваттықтар бар. 1000 бірдеңе теңгелік миксерлер бар ғой, 150 ваттықтар. Ондайларды алмаңыздар. 600 ватт дегендер бар, сондайларын алыңыздар. Менікі мысалға, кешірім өтінем. Менікі мысалға мына жерде 300 ваттық. Көрсете алмаймын да, мына жерде жазылып тұр, 300 ватт деп жазылып тұр мына жерде. Ручкасының астында екен. Бұл халей деп аталады. Халей деп аталады. 5 режимі бар, яғни 5 скорость бар. Және турбо режим бар, бірден қатты қосылатыны. Самый обычный нәрсе 300 ваттық. Енді негізі қазіргі кезде сатып алатын болсаңыздар 300 ватт емес, 600 ваттықтарын сондайларын алғандарыңыз дұрыс болады. Өйткені мен бұны алғаныма уже 4 жыл болғалы жатыр. 4 жылғы затпен қазіргі затты салыстыруға болмайды. 4 жылғы 300 ваттпен қазіргі 300 ваттықтардың сапасы жағынан кәдімгідей разницасы бар. Сондықтан міндетті түрде алатын болсаңыздар 600 ваттығын алғандарыңыз дұрыс болады. 600 ваттан жоғарғысын алғандарыңыз дұрыс болады. Қатты прям көп қыздар мынандай болады, мен көп маған жазады, естимін бар ғой. Мысалға торт жасау болсын, пирог жасау болсын, кез келген нәрсені жасар кезіне көп деген сылтаулар айтады. Мысалы, ой, менің миксерім дұрыс емес, немесе менің қолымнан келмейді, тағы сол сияқты неше түрлі нелерді айтады. Бірақ оған мүлдем қарамайды қыздар. Оған мүлдем қарамайды. Если жасағыңыз келе ма, бұрын мысалға мысал ретінде айтатын болсақ, мен мектеп кезімде кәдімгі қолдың венчигімен, сондаймен мамам неше түрлі торттар пісіргенін көрген болатынмын. Даже ол кезінде духовкада жоқ, кәдімгі тоқтағы чудо печка дейді ғой, сол чудо печкаға жасайтын. Сондықтан ниет бар болатын болса, бүкіл нәрсені істеуге болады. Тек қана сіздің ниетіңізге байланысты. Бірақ енді қазіргі заманда заман дамыған, бүкіл нәрсе қол жетімді, бүкіл нәрсені алуға мүмкіндік бар, қатты бір бәленбай 1000 тұратын, 40-50 мың тұратын, немесе
100-200 мың деген сияқты өте қатты қымбаттар емес, кәдімгідей басында бастамасында арзан болғанда да сапасына қарап мүмкіндігінше қолжетімді бағада алуға болады. Мысалы менің миксерім шамамен осыдан 3-4 жыл бұрын 3,5-4 мың теңгелік миксер. Мен соны қолданып келе жатырмын, Аллаға шүкір, уже 4 жыл болып жатыр. 4 жыл бойы тоқтаусыз осы миксерді қолданып келе жатырмын. Еще мен жиі торт жасайтын, жиі әр нәрсе жасайтын адаммын. Сондықтан қазіргі кезде 10 мың теңгеге жақсыларын табуға болады. Даже 5-6 мың теңгеге де жақсысын табуға болады. Ол просто қарау керек, зерттеу керек. Сондықтан ондайларға қарамаңыздар, миксер дұрыс емес, тағы басқа деген дұрыс емес қылмай, ниетіңіз дұрыс болатын болса бастаңыздар. Мысалы мен осы 4 мың теңгелік миксермен де заказдар алып, 4 мың теңгелік миксермен де жұмыстар жасадым қаншама, мысалы торттар пісірдім. Әсел пешмен де, мысалы әсел пеш қанша теңге тұрады? 15-20 мың теңге ма, сондай тұрады. Бұны да қолданып жатқаныма 4 жыл болды. Тура 4 жыл болады, Алла қаласа, декабрьде. Сонымен істеп жатырмын, сонымен торт пісіріп адамдарға беріп жатырмын, заказ алып жатырмын, өзіміздің үйге де пісірем, праздник, туған күн бәріне торт пісірем. Ол смек тағы қандай бір неше түрлі вентиляционный духовкалар бар ғой қазіргі кезде, 100-200 мың теңге, бәленбай мың теңге тұратын. Одан қатты прям менің тортым олардікінен қарағанда өте қатты разница бермейді. Олардың жасаған затын мен әсел пеште жасап жатырмын. Тура сондай. Просто ол, мысалға біз көбінесе Инстаграмда не көреміз? Планетарный миксерді көреміз, күшті духовкасын көреміз адамдардың, кондитерлердің, жалпы блогерлердің, сөйтіп көреміз дағаны, ондай сонымен күшті шығады, сондай болмағаннан кейін менікі дұрыс шықпайды деген сияқты ой болады. Бірақ оған мүлдем қатысты емес. Ол просто так уже олар жұмыс жасай, уже табыс тауып, ақша тауып сөйткеннен кейін барып уже мүмкіндік бар оларда. Сондықтан уже алады, 100-200-300 мың теңгелік болса да алады. Олар өздерінің комфорттары үшін алады. Яғни, мысалға бағанағы смек пештің ең жақсысы, ол жерде сіз 3-4 лист қойып пісіре беруіңізге болады. Сіз мысалға қазіргі сияқты күтіп отырмайсыз. Мен мысалға классический бисквитті әсел пешке сап қойдым да, енді шифоновый бисквитті жасауым үшін кәдімгідей күтуім керек, оның піскенін күтуім керек. Сол сияқты және де мысалға әсел пеште кішкене енді сырттан ауа кіреді. Оларда вакуумный болады, есіктері плотно резинкамен жабылады, мүлдем ауа кіргізбейді, ішінде вентиляция ойнап тұрады, вентиляциясы болады, жан-жағына ровный болады деген сияқты, ол комфорт жасалынған. Но бірақ ол деген заң емес, ол сонымен істеу керек, сонымен керемет шығады деген. Бастысы ниет, қыздар. Сондықтан мәселе ол торттан сіз бәленбай заказ алып, кондитер болып кету емес, просто так өзіңіздің үйіңізге, жақыныңызға, жолдасыңызға, туған күндерге, өзіңіздің туған күн, балаларыңыздың туған күніне де тортты заказбен жасағанша, мысалға қазіргі торттардың бағасы килограммы 7 мың теңге сондайдан. Өйткені табиғи заттардың бағалары да кәдімгідей жақсы тұрады. Оның жасауы бар, уақыты бар, соның бәрі есептелінеді. Мысалға торттарың 8-10 мың теңгеден тұрады. Сіз 8-10 мың теңгеге каждый праздник сайын, каждый туған күн сайын ала бересіз ба? Ала алмайсыз. Мен мысалға 8-10 мың теңгемді каждый праздник сайын тортқа жұмсағым келмейді. Просто так аласың, жейсің, все, 10 мың теңген кетеді. Менің түсінігім бойынша. Ол шындығына келген кезінде ары кетсе, мысалы 10 мың теңгеге сатып алған тортыңыз, сіз өзіңіз үйіңізде жасайтын болсаңыз, 4 мың, 5 мың теңгеге жасайсыз. Сонда 2 есе болып тұр, көрдіңіздер ме? Сондықтан олардікі дұрыс емес, мысалы 10 мың теңгеге сататындар. Олардың өйткені уақыты бар, олардың бағанағы энергиясы бар, олардың электричествосы бар, мысалға цветі бар деген сияқтылардың бәрін есептеп сондай баға болады. Заттары бар, но бірақ все равно қыздар өздеріңіз жасап үйреніп, өздеріңіз просто так өздеріңіз үйде пісіріп, кайфпен, кәдімгідей заказбен алған тортты, тура заказға алатын тортыңызды өзіңіз үйде жасап жеу, это уже кайф. Мысалға сіз кейбір адамдар ойлайды, мысалға, ой, прям профессиональный торт жасамасам да, бастысы айтыр, ананы жасап, мынандай қылып торт жасап қойсам болды деген сияқты ой болады. Но бірақ сіз өзіңіз ойлаңызшы, кәдімгідей заказға алынатын торттар бар ғой, сондай торт жегіңіз келетін кез болады ғой, постоянно мысалға простой торт жегіңіз келмейді ғой, сондай торт жегіңіз келеді. Мейрамыңызды ерекшелегіңіз келеді. Сондай кезінде өзіңіз жасап алыңыз, пожалуйста.
жасабаңыз, все, от души, өзіңіз де от души боласыз, жақындарыңыз да от души қуанатын болады. Ары қарата мысалы, если болып жатса, заказ алуыңызға болады. Мысалға, көп қылмасаңыз да туған туыстарыңыздан заказ алуға болады, достарыңыздан, жолдасыңыздың досы деген сияқты, коллектив деген сияқтылардан заказ алып, арасында 1-2 рет жасап тұруға да болады. Сондықтан қыздар, торт жасауды үйрену өздеріңіз үшін керек. Не только постоянно жасау емес, просто так өзіңіз үшін, праздник үшін, өзіңіз үшін торт жасап, кәдімгідей профессионалды түрде торт жасасаңыз, ол сізге күшті. Қазір мен газды өшіріп келем, тез. Сондықтан қыздар, өздеріңізден аямаңыздар. Мысалға, мен көп адамдарды кездестірдім. Мысалға, нелер бар. Так, қандай? Натуральный продуктылар бар ғой, натуральный продуктылар бар. Просто так сон жасанды түрлері бар, натуральныйға ұқсатып жасайтын. Мысалға, простой айтын болсақ, ненің сливкидің өзінде де натуральный сливки болады, и плюс просто так нелер болады. Синтетика қосылған сливки түрі, сливки сияқты заттар бар. Так, пиккак па, қандай бір нәрсе деген бар ғой, сондай мысалға, солардың бәрі ол натуральный емес. Оны бағасынан ажыратуға болады, Мысалға, кәдімгі обычный сливкилеріңіз 1800-2000 теңге сондай тұратын болса, аналарыңыз 800-1000 теңге тұрады. Екеуінің разницасы жер мен көктей. Но бірақ көбісі мысалға алған кезінде, қойшы дейді тағыны, 800 теңгелігін ала салады. 800 теңгелігін ала салады. Но бірақ оны сіз білесіз бе? Оның консистенциясында, оның жеген кезіндегі үйлесуі, коржбен үйлесуі мүлдем басқа болады. Дәмі бәрі мүлдем басқа болады. Но бірақ, қыздар, ол сіздерге зиян. Оны сіз оқыңызшы, ішінде не бар екен, қандай синтетикалық заттар қолданылады. Ол сіздің организміңізге зиян. Сіз 1000 теңгеңізді эконом етесіз дағыны, бірақ сіз өзіңізге қаншама, не то, что сіз тортты жалғыз өзіңіз жемейсіз қой, балаңыз жейді, жолдасыңыз жейді, туған туысыңыз, әке-шешеңіз жеуі мүмкін. Сіз оларға да зиян алып келесіз. Ол мысалы Аллах тағаланың алдында да сіз не только өзіңіз үшін, басқалар үшін де сіз зиян әкелгеніңіз үшін мысалға жауап қалуыңыз мүмкін. Алла сақтасын. Жалпы сол үшін өздеріңізден аямаңыздар. Только натуральный заттардан жасаңыздар. Только натуральный заттардан жасаңыздар. Аямаңыздар. Ол сіздерге жай көрінуі мүмкін, бірақ бір рет болса да алып жасап көріңіздер, уже көресіздер. Өздеріңізден аямаңыздар. Біз өйткені Аллах тағаланың алдына барған кезінде де өзіміздің денсаулығымыз үшін, өзімізге салғырт қарағанымыз үшін соның барлығына жауап беретін боламыз. Сондықтан өздеріңізден аямаңыздар. Енді қыздар, комментарийді бір оқып жіберейін, одан кейін сіздерге ақпаратымды айтам. Так, 14 минут кетті қазір. Так, 35 тарда бастаймыз, Мен бұрын заказ алатынмын дейді. Бұрын заказ беретін едім дейді. Заказ беретінсіз, бермеймін, өзім пісірем, дайындаймын. Жақсы, машаллах, Айнагүл ханым, өте керемет. Ол өзіңіз жасаған деген ол мүлдем басқа. Заказға алуға болады. Если сіз үлгіре алмай жасаңыз, немесе ауқымды зат, мысалы торт 30-40 адамға жасайтын торт болып жатса, көп, мысалға двухъярусный, трехъярусный деген сияқты, тойға деген сияқты нәрселер болатын болса, тогда заказға жасатуға болады. Но бірақ енді туған күн сайын заказға ала берген тоже супер-пупер шықты дейді. Сіздің рецептіңізден сникерс торт пісірдім ғой дейді. Охо, молодец. Ас болсын. Петмол супер дейді. Петмол деген білмейткен, петмолды шынында айтайын. Мен сливкиден қолданатын Чудское озероны қолданам. И тағы да нені қолданам. Сіздерге суретін көрсетем, атын ұмытып тұрмын қазір, но бірақ в основном 90% Чудское озеро қолданам. Постоянно соны қолданам. Бірақ негізгі жақсылары да бар, соларды да мен сіздерге айтатын болам. Ал енді қыздар, мен сіздерге күшті бір жаңалық айтқым келіп отыр. Қазір бисквит жасамай тұрып мен айтып тастайын, одан кейін барып. Мен сіздерге мына ақпараттарды ала қараса шығарам.
сақтау бағана бірақ неде де көрсеттім ғой, иә. Не деді? Мен терезені ашып келейінші, стоп қойды. Бағана алдыңғы эфирде де не қылғам, айтқан болатын. Сонда да бір айтып кетейін, тағы да мен қалай сақтау керек екенін айтып кеттім. Негізі бисквиттің сақталу шаралары бұл міндетті түрде бисквитті шығарғаннан кейін ыстық күйінше төңкеріп решеткаға қойып қою керек. Солай суысын, тиіспеңіздер. Суғаннан кейін барып пищевой пленкаға немесе кәдімгі маечка бар ғой, соған ауа өтпейтіндей қылып салып, орап, сөйтіп соны холодильникке қойған дұрыс. Холодильникке қойған кездің өзінде де холодильниктеріңіз 4 градустан төмен болу керек, және де ол холодильникте 5 күннен артық сақтамаңыздар бисквитті. Одан кейін бөлме температурасында ол негізі мен 2-3-ке дейін 2-3 күн сақтап көрмегем енді. Бір күн сақталынған кез болған бөлме температурасында тұрған. Но бірақ сонда да 2-3 күнге сақталынады негіз бисквиттер. Бірақ мен шынымды айтайын, ондай тоңазытқышта да ондай көп сақтап етпеймін. Жасадым, ертесі мысалы бүгін жасап қойдым ба бисквитті, мен міндетті түрде холодильникке қоямын, тастаймын деп жатырмын ғой. Холодильникте тұрады ол. Одан кейін барып ертесі барып тортты жинаған жақсы. Сол кезінде ол бисквит айтайын ба қандай болады? Андай үгітіліп тұратын болмайды. Бірінші очередь ол міндетті түрде холодильникте тұрған нәрсе үгітіліп тұрмайтын болады. Яғни сіз крем жаққан кезде сізге ыңғайлы болады. Бір, екіншіден ол өзімен өзі тұрып андай қалай дейді андай. В общем, басқа болады. Ол бір күн тұрған бөлек, холодильникте тұрған бөлек, немесе бірден ала салып жасаған мүлдем бөлек. И ешқашанда торт жасаған кезінде жылы бисквитпен, ыстық бисквитпен жұмыс жасамаңыздар. Ол айтпақтай кескенге де көп қатты байланысты. Неге? Холодильникке қойылған бисквит ол міндетті түрде кесілген кезінде жақсы кесіледі. Үгітіліп кетпейді, короче. Кескен кезінде де жақсы не қылатын болады. Одан кейін мұздатқышта да, морозильникте де сақтауға болады. Ол 8 аптаға дейін дейді. Но бірақ желательно, егер сіз заказ прям артылып қалып деген жағдай ғана болмаса, ондай керек емес. Сосын тағы да айтып кететін, бисквит міндетті түрде не қылады. Бисквит піскен жоқ әлі, қазір сағат 16:45-терде пісу керек, Алла қаласа. Так, потом тағы да қыздар айтатын нәрсем, бисквитті кескен кезінде міндетті түрде ұзын пышақ болу керек. Яғни сіздің неңіз диаметріңіз 20-22-24 болатын болса, соған сай пышақ болу керек. Және де менің пайдаланатын пышағым мынандай. Мына жер гідір-гідір пышақ болады ғой. Осындай пышақ болған дұрыс. Гідір болмаған жағдайдың өзінде де міндетті түрде өткір пышақ болу керек. Өйткені кескен кезінде бұл өте қатты рөл ойнайды. Қазір мен сіздерге үлгерсем кесуді көрсететін боламын, қыздар. Ал енді қыздар, мен тез мен ақпаратымды айтып тастайыншы. Енді қыздар, мен Алла қаласа 20 қазан күні кондитер деген мастер-классты өткізгелі жатырмын. Бұл мастер-класс масштабный мастер-класс болады. Өте керемет, бомба мастер-класс болады. Өйткені мен бұл жерде өте көп ақпараттарды беруді ниет етіп отырмын. Өте қатты ақпараттарды, өте мықты ақпараттарды. Және де мысалға қазір мен сіздерге просто так бисквиттің секреттерімен бөлісіп жатқан болсам, ол жерде әр торттың секреті, неге ол осылай шығады, неге басқаша болу керек деген сияқты заттарды айтатын боламын. Сондықтан мен сіздерді 20 қазан күні болатын мастер-классыма шақырамын. Ол жерде қыздар, соңына дейін тыңдаңыздар. Мен қазір сіздерге күшті бір не айтатын болам. Сыйлық, подарктар. Ол жерде только мастер-класс қана болмайды. Сонымен қатар мен сондай қатты ниеттеніп отырмын, что маған мастер-классқа келген қыздар жай ғана тортты бірдеңен ғана үйреніп кету емес, сонымен қатар жақсы қатысқандар болсын, сондайлар сыйлыққа ие болған қалап тұрмын да. Ал негізі мастер-класстың бағдарламасына келетін болсақ, бұл жерде біз хит 5 тортты жасайтын боламыз. И бұл жерде тоже тікелей эфирде болады. Қыздар, андай дайын видеоны бермеймін сіздерге, кәдімгідей как положено живой осындай тікелей эфирде мен сіздерге жасап көрсететін болам. Әр күні бір торттан жасаймыз. Мысалға,
вупи пайды жасаймыз, красный бархатты апельсин торты бар, өте керемет. Мен ең қатты жақсы көретін торттарымды мен сіздерге оригинал рецебін көрсетіп, қалай болу керек, как положено барлығын көрсетіп тұрып, ала қаласа үйрететін боламын. Сосын молочная девочка и фисташковый торт. Но бірақ фисташковый тортты неде болып тұр, екі түрлі ойда болып тұр. Сникерс тортын ба или фисташковый тортты ма, мен оны алдағы уақытта айтамын. Бірақ фисташковый торт енді ол керемет торт. Сіздер бұл мастер-класста 5 тортты үйренесіздер. И плюс тек қана тортты үйренбейсіздер, сонымен қатар сіздерге бонустар беремін. Бұл бонустардың ішінде сіздер үйренетін нәрсеңіздер торттың кірісі мен шығысын есептейсіздер. Яғни бір тортқа кететін заттар қанша теңге болады, және де яғни шығысы қанша теңге жұмсадыңыз бұл тортқа. Мысалы сливки алдыңыз, жұмыртқа алдыңыз деген сияқты, мысалы 4 жұмыртқа деген сияқты, соның барлығын нағыз бір тортқа ғана керек шығысын қанша теңге болатын торттың соны есептейсіздер. И плюс кірісін, яғни бұл торттан сіздер қанша ұтуға болады, қанша алуларыңыз, қаншаға мысалы сататын болып жатсаңыз да қаншаға өткізуіңізге болады деген сияқтыны үйренетін боласыздар. Екінші, диаметрді үйренетін боласыздар. Мысалы ретінде айтайын, бағанағы менің көрсетіп жатқан рецептерім, мысалы біреуі 18 сантиметрге, біреуі 20-22 сантиметрге арналған рецепт. Сіз мысалы тұрасыз да 22 сантиметрлік торт жасағыңыз келеді. Яғни ол адамға байланысты. Сіз алып, мысалға 10 адам келетін адамға алып 18 диаметрлік тортты жасай бермейсіз ғой, өйткені ол жетпей қалады. Сондықтан сіз 20 диаметр или 22 диаметр оны қайтып есептеу керек. 22, мысалы сіздің қолыңызда 18 диаметрлік рецепт тұр, мысалы бағанағындай 5 жұмыртқа, 150 грамм қант деген сияқты рецебіңіз тұр. Но бірақ сіз онымен жасайтын болсаңыз 22 диаметрде ол мүлдем басқаша торт болып кетеді. Аласа болуы мүмкін, кремі артық шығып кетуі мүмкін. Сондықтан сіз оны 22 диаметрге үлкейтуіңіз қажет болады. Вот сол үшін сіздерге диаметрді есептеу, яғни ингредиенттерді сол диаметрге сай қылып есептеуді үйрететін боламын. Және де осы тортқа керек негізгі құрал жабдықтарды да айтатын боламын. Мен сіздерге жалпы алдағы уақытта осы мастер-класс болғанға дейін тағы да бір тегін тікелей эфир өткізетін боламын. Ол жерде тағы да көреміз, ол секрет. Сіздерге не жасайтынымызды сіздермен ақылдасатын боламыз. Бірақ ол жерде де сіздерге жалпылама айтып кететін боламын. Негізі қандай құрал жабдықтар керек. Артық зат емес, лишний заттар алмай, только сізге негізгі керек заттарды айтамын, және де оған обзор жасаймыз. Мысалға, мына кольцо дейік та, мысалы, осы кольцо осы түрі дұрыс па, или бағанағындай кольцо дұрыс па деген сияқтының обзорларын жасайтын боламыз, және де азық-түлікке обзор жасаймыз, салыстыратын боламыз, қайсысы дұрыс, мен қайсысын қолданамын, қайсысын қолдануға дұрыс деген сияқты, яғни составына байланысты айтып беретін боламын. Және де бояғыштар, яғни красительдер. Красительдер әртүрлі болады, сол красительдердің қайсысын неге қолданған дұрыс. Мысалға, кейбір адамдар білмейді, красительді қайсысын қайсыға қолданатын білмейді. Біреуін алып кремге қолданады, кремді дұрыс емес қылып тастайды ол краситель, немесе кремге қолданатын красительді коржға қолданып тастайды, сөйтеді, ол да дұрыс емес шығып қалады деген сияқты болады. Сол үшін красительдердің түрлерін және де оның қолдануын үйретемін. И плюс қыздар, ең кереметі бұл қолға жабыспайтын кремді үйренеміз. Яғни тортыңызды просто так бүйтіп аласыз да, қолыңызға жабыспайтын креммен өйстіп ұстап тұра алатындай кремді үйренесіздер, және де декор кремді үйренесіздер. Декор крем бұл басқа кремдерден кәдімгі ортасына жағылатын кремдерден айырмашылығы, ол мысалға сіз заказ жасайтын болсаңыз, немесе тортыңызды бүгін жасап, ертең или ертең арғы күні туған күн болатын болса, сіз 2 күн бұрын жасайтын болсаңыз, холодильникке сақтап қоясыз. Сол өзінде декор кремнің ерекшелігі бұл қанша 3-4 күнге дейін трещина болмайды. Ал кәдімгі обычный кремдердің айырмашылығы, ол сыртын қаптаған кезінде сызықтар пайда болады, кішкене суланып деген сияқты пайда болады. Ал декор крем бұл нағыз сыртын қаптауға керек крем болады, әрлеуге арналған крем сияқты. Сондықтан декор кремді үйренесіздер. Яғни сіздер мастер-класста 5 түрлі хит торт үйренесіздер. Ол деген вупи пай, красный бархат, молочная девочка, апельсин торты және де фисташковый торт үйренесіздер. И плюс бонусқа бір нәрсе ауқымды, масштабный заттарды үйренетін боласыздар. Если сіз бұл мастер-классқа қатыссаңыз, только өзіңіз үйге жасау үшін де үйреніп шыға аласыз, немесе енді жаңадан
заказ алғыңыз келетін болса, соны үйренетін боласыздар. Қалай заказ алу керек, яғни заказды есептеуді үйренесіздер, тортты есептеуді, өзіңіздің еңбегіңізді есептеуді үйренесіз. Сондықтан бұл мастер-класс сондай керемет масштабный болады. И плюс бұл мастер-класста мен сіздерге қосымша сыйлықтар бергім келіп отыр. Енді білмеймін, шынымды айтайын, Аллах куә ғой, только сіздерге андай просто так үйреткім келіп тұрған жоқ та, сонымен қатар сіздерге сыйлық сыйлағым келіп тұр, чтоб осы мастер-класстан кейін сіздер үйренгеннен кейін каждый жасаған сайын, плюс ана сыйлығыңызды көрген сайын, осын үйренген едім, осы Гүлдариядан үйренген едім, и плюс мысалға осындай болған еді, осы затты сол кісіден ұтып алған едім деген сияқты, сондай бір каждый көрген сайын приятный болу үшін сіздерге мен сыйлықтар ұйымдастырып отырмын. Бірақ ол сыйлықтарды әзірге айтайын, мен 8 штук кондитер боксты ұйымдастырып отырмын, 1 штук миксер, 1 штук вафельница и және де 10 адамға мастер лағман деген мастер-классында тегін жолдамасын ойнатқым келіп отыр. Қыздар, бұл енді шынымды айтайын, бұл өзгеріп кетуі мүмкін. Неге? Өйткені айтайын ба, мысалға мен вафельницаның орнына мүмкін мультипекар алуы мүмкін, просто мен жалпы негізгі осындай сыйлықтар болатын айтқым келіп отыр. Бірақ міндетті түрде кондитер боксы болатын болады. Кондитер бокс, қыздар, оның ішіне мен негізгі керек заттарды салуға тырысамын, яғни ол керек заттар весы болады, міндетті түрде әр торт жасайтын адамға весы керек, весы болады, және де силиконовый щетка, потом силиконовый лопатка деген сияқты болады, негізгі күштісін алып беретін боламын. И кольцо болатын болады. Қыздар, короче, мен Алла қаласа неге барайын? Кондитерский магазинге барайын, сол жерде стористе отырып көрсетіп сіздерге таңдайтын боламыз. Жалпы негізгі болатын заттар осы тортқа бірінші керек заттарды мен кондитер боксқа салатын боламын. И плюс сапасы жағынан жақсы бір миксерді ойнатам, және де вафельница или тағы оны да стористе опрос арқылы шешетін боламыз. Вафельница ойнатам. Бірақ қыздар, қазір сіздерге менің айтатыным, жалпы мастер-класс қашан болады десеңіздер, бұл Алла қаласа мастер-класс 20 қазан күні басталады, 8 күнге жалғасады. 8 күн бойы сіздер үйренесіздер. Алғашқы күндері бағанағындай кіріс шығысын есептеу, диаметрін есептеу, және де бағанағы құрал жабдықтар деген сияқтыларды үйренесіздер. Одан кейін күнде торт жасайтын боламыз. Күнде бірінші күні вопипай жасаймыз, екінші күні красный бархат жасаймыз деген сияқты күнделікті тікелей эфирде торттар жасайтын боламыз, және де оны кесіп көреміз, оны оформлениесін жасаймыз, және де бағанағы кремдермен сыртын жабатын боламыз. Сондықтан, қыздар, бұл мастер-класстан қалып қойсаңыздар, шынымен айтам, өкінетін боласыздар. Өйткені мен бұл бірінші масштабный, мен негізі осы уақытқа дейін мастер-класс өткіздім, бірақ оны кішігірім қылып өткіздім, 10 адам, 20 адам қылып өткіздім. Бұны мен масштабный жасағым келіп тұр, и плюс сыйлықтар бар болатын болғаннан кейін мен бұны вообще басқаша қылып өткізгім келіп жатыр. Енді бұйыртса Алланың қалауымен ғой барлығы. И бұл жерде бұл мастер-класс тек қана осы жолы ғана мен скидкамен жасаймын. Тек осы жол ғана скидкамен жасаймын. Яғни 20 қазанға дейін мен өзі скидканы бөліп қойдым. Сол скидкамен алып, үлгеріп қатыссаңыздар, бұл сіздерге просто так келген зат болады. Просто так келген зат. Өйткені қазір кез келген қыз келіншек тәтті пісіріп білу керек. Ол сіз бір профессиональный кондитер болып кетпесеңіз де тәтті пісіріп білуіңіз керек. Кәдімгідей жақсы тәтті пісіруіңіз керек. Туған күн бар болсын, бағанағы айтқаным неше түрлі нәрселер бар, сондықтан тәтті пісіріп көруіңіз керек. Сол себептен сіз бұдан қалып қалмаңыз. Бұл Инстаграмда жабық парақшада өтеді, тікелей эфирде өтеді, және де бұл видеолардың барлығы 3 айға дейін сақталынады. Сондықтан сізде 3 ай бойы доступ бар, чтобы көрулеріңізге. Сондықтан қалмаңыздар. Енді негізгісіне келейік, қыздар. Бұл мастер-класстың бағасы 10 қазан күнге дейін 60%бен 1990 теңгеге сатып аласыздар. 10 қазан күні уже 10 қазан 00-де уже
бағасы өзгереді. Яғни 11 қазан, 10 қазан түнгі 00-ден бастап бағасы 2990 теңге болады, қыздар. Сондықтан сіздерде мүмкіндік бар 10 қазанға дейін 1990 теңгемен қатысуға, и плюс бүгін түнгі сағат 00-ге дейін қатысатын болсаңыздар, сол именно 00-ге дейін төлем жасаған қыздардың ішінен мен бір кондитер боксты ойнататын боламын. Яғни сіз 00-ге дейін 1990 теңгені жіберіп үлгеретін болсаңыз, уже сіз үміткерсіз. Яғни кондитер боксты ұтып алуға сіз үміткер боласыз. Сондықтан 00-ге дейін қыздар асығыңыздар. 1990 теңгеге сондай керемет масштабный, өте күшті хит торттарды үйреніп, и плюс оның қалай жасалу керек, секреттерін барлығын білу үшін сіздерде мүмкіндік бар. Бүгін сағат 00-ге дейін төлем жасайсыз. Төлем жасағаннан кейін сізді мен уже үміткерлердің арасына қосамын. Бүгін 00-ге дейін ғана төлем жасағандардың арасынан бір тал кондитер боксты ойнататын боламын. Оны тікелей эфирде ойнатамыз. И плюс ол кондитер боксты, бірақ соңында бүкіл мысалға мастер-класс бітіп сөйтеді ғой, сол кезінде почтамен салу жағын қарастырамын, но бірақ тек қана бүгін төлем жасағандарда кондитер бокс ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгін мүмкін қазір мысалға 5 адам қатысуы мүмкін, 5 адам төлем жасауы мүмкін, немесе 10 адам төлем жасауы мүмкін. Сіз өзіңіз ойлаңызшы, 5 адамның ішінде сіздің бір тал кондитер боксты ұтып алуға мүмкіндігіңіз бар. Сол себептен қандай шанс, қатты өте көп мүмкіндік. Сондықтан міндетті түрде бүгін төлем жасап көріңіздер. Мен сіздерге қазір реквизит беремін. 1990 теңге тұрады. Қазір скрин жасап алыңыздар мына жерде. Так, мынаны қайтып не қыламыз? Скрин жасап алыңыздар, қыздар. Осы неге мен қазір сториске салып қоям тағы да. Осы номерге, Каспий Голдқа 1990 теңге төлем жасап, мен ссылка қоям WhatsAppқа, маған нені жіберіңіздер, чегіңізді жіберіңіз, мен сізді уже қосатын боламын. Яғни 30-қа ойнатуға қосатын боламын сізді. Сондықтан қыздар, сіздерде бүгін 00-ге дейін мүмкіндіктеріңіз бар. Бір кондитер бокс ойнатам. Ол жерде кондитер бокста айтып отырмын ғой, весы болады, силиконовый лопатка болады, кольцо болады. Мына кольцо деген любой нәрсеге қолдана бересіз. Бұнымен пісіре берсеңіз болады коржды. Бұнымен даже торттың сыртын қаптап, ровный қылып ұстап тұруыңызға да болады. Көремін, неге барам ғой, сито қосу мүмкін. Оның барлығын мен сіздерде ала қаласа кондитер магазинге барып, общий 8 кондитер боксты алған кезінде көрсететін болам. Бірақ бүгін 00-ге дейін үлгеріңіздер. Ал кеттік қыздар. Давайте үлгеріңіздер, хорошо? Так, жасалды. Не жасалды? Тортыңыз жасалып бітіп қойды ма уже? Енді қыздар, тағы да мен сіздерге мастер-класстың бағдарламасын көрсетіп қояйын. Жаңадан кіріп көре алмай түсінбей отқан қыздар болатын болса. Қыздар, міне 5 тортты үйренесіздер. 5 торт: вупи пай, красный бархат, молочная девочка, апельсин торты және де фисташковый тортты үйренесіздер. И плюс қолға жабыспайтын крем, декор крем, торттың шығысы мен кірісін есептейсіз, диаметріне сай ингредиенттерді есептеп үйренесіз, керек құрал жабдықтарға обзорды үйренесіз, азық-түлікті, нағыз табиғи азық-түлікті, одан кейін барып бояғыштардың түрін, оны қайсына қолдану керек, осының барлығын сіздер бонус қаласыздар. И плюс жалпы осы 20 қазанға дейінгілердің арасында, төлем жасағандардың арасында мен 8 кондитер боксты ойнатамын. Бір миксер ойнатамын, бір вафельница ойнатамын. И 10 адамға тегін жолдама беретін боламын. Бұның бір кондитер боксы бүгін ойнатылады. Бүгін 00-ге дейін төлем жасағандардың арасында ойнатылады. Ал қалғандары ала қаласа шетімен ойнатылатын болады. Оны мен сіздерге стористе айтатын боламын. Осы 20 қазан күніне дейін тағы да мен сіздерге бір тегін вебинар жасаймын. Ол жерде кәдімгідей бір тортты ма, бір нәрсені жасап үйренетін боламыз. Чтоб сіздер көріп, қалай өтетінін примерно білу үшін мен сіздерге осындай тағы бір бонус жасағалы отырмын. 20-сына дейін тағы бір тортты жасап үйренетін боламыз. Хорошо? Сондықтан қыздар, давайте. Іске сәт. Так, мен тортымды қарайын. 45 минут болды. Мен қазір тортым деппін ғой, бисквитімді аламын.
одан кейін сіздерге қайттан тікелей эфирге шығып шифоновый бисквит жасайтын боламыз. Хорошо, қыздар, кеттік.